адаптация қабілеті бар, өз-өзін қалпына келтіре алады, қозғалысты бір фокус жасайды, кескінді ми өздейді, өзін-өзі реттейді. Жарықтырғышқа қалдықтардың екі жағынан шағылу нәтижесінде пайда болады екен. Оның ішінде алыстан немесе жақыннан көргіштік, сонымен қатар астигматизм. Енді сөмкелген Бұл, яғни бізде тақырып берілді ғой, көздің ақаулары, яғни бірінші ол миопия, яғни қысқа көргіштік, одан кейін алыс көргіштік, гиперметропия, одан кейін астигматизм. одан кейін бейне камералы Адаптация қабілеті бар, өз-өзін қалпына келтіре алады, қозғалысты алдық. Енді екі фокус жазықтықты алайын мен мына жерде. Бізде бірінші тәсілде, бірінші сөйле бізде бас оптикалық оське параллель келеді, және ол бізде фокус жазықтығы арқылы жүргізуде және биологиялық құрылымдарды зерттеуде маңызды рөл атқарады. Бұл жағдайда адам жақыннан жақсы көреді, ол алыстағы заттарды бұлыңғыр болып көрінеді. Көз алмасының ұзындығы. күннен қорғайтын көзілдіктер, яғни поляризацияланған көзілдіктер бізде көп қолданылып жатыр. Мысалы күннен қорғау